Саламатсыздар ма? Бұл Intense Maths онлайн курсының бірінші сабағы. Математиканың бастамасы ол сандар. Сандар, натурал сандар, иррационал сандар, рационал сандар, бөлшек сандар, нақты сандар деп бөліне береді. Оның бәрін бөлу өте маңызды емес, бірақ кейбір адамдарға білу өте маңызды. Сондықтан сандар туралы қысқаша тоқталып өтейік. Ендеше емес натурал сандар. Натурал сандар дегеніміз ол заттарды санау, немесе оны реттік нөмірін беру үшін арналған сандар жиыны. Натурал сандарға бірден бастап шексіздікке дейін сандардың барлығы кіреді. Келесі бүтін сандар. Бүтін сандарға натурал сандардың теріс таңбалы түрлері де кіреді. -2, -1, 0, 1, 2 деген секілді. Осы шексіз кете береді. Сол секілді жұп және тақ сандар. Жұп сандар дегеніміз екіге қалдықсыз бөлінетін сандар. Оға -4, -2, 0, 2 деген сияқты мысал болады. Ал тақ сандар дегеніміз ол екіге қалдықсыз бөлінбейтін сандар. Яғни -3, -1, 1, 3 деген секілді. Келесі тағы бір сандар тізбегі, рационал сандар. Рационал сандарға жай бөлшектері кіреді, яғни m бөлінген n түрінде жазылған сандарды айтамыз. Ондағы m және n натурал сандар. M саны бөлшектің алымы, ал n саны оның бөлімі деп аталады. Шексіз периодты емес ондық бөлшектерге иррационал сандар деп атаймыз. Мысалы, түбір асты 2, түбір асты 3, пи деген секілді. Бұл жерде түбір астыны білмесеңіз алдағы уақытта өтеміз, және сол кезде барлығы түсінікті болады. Және осы иррационал сандар, рационал сандар барлығы бірігіп, нақты сандар жиынын құрайды. Осымен сандар жиыны туралы қысқаша айтылып кеттік. Егер сізге анықтамалар толығымен керек болса, видеоның астында болады. Бізбен бірге болыңыз. Назарларыңызға рахмет.